Баршаңызға сәлем және менің каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Нұржан және мен бұл видеода сіздерді Лондонға жасаған 30 күндік сапарым жайлы егжей-тегжейлі саяхатқа шақырамын. Егер сіз Лондонға саяхаттауды ойлап жүрсеңіз, немесе осы таңғажайып қала туралы көбірек білгіңіз келсе, осы видеоны соңына дейін көріп, ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліп қойыңыз. Ендеше бастайық. Лондон тарих пен мәдениетке және ерекше контрастқа толы қала. Менің саяхатым Стэнстед әуежайынан басталады. Ол Лондондағы негізгі әуежайлардың бірі. Ұшақтан түскен сәтте-ақ маған әуежай қызметкерлерінің жұмысы мен ұйымдастырылуы қатты ұнады. Белгілері айқын, ал тексеру процесі жылдам. Егер Лондонға баруды жоспарлап жүрсеңіз, Стэнстед әуежайын таңдасаңыз өкінбейсіз. Шағын әрі ыңғайлы. Әуежайдан шыққан соң, мен өзім тұратын жерге бет алдым. Лондонның көлік жүйесі әлемдегі ең үздіктердің бірі. Менің алғашқы мінген көлігім National Rail Services. Сапар Лондонның әдемі табиғаты мен қарбалас аудандарын көруге мүмкіндік берді. London Underground, яғни Лондон метросы, жылдам және тиімді көлік құралы. Жергілікті халық тюб деп те атайды. Метро картасы бастапқыда күрделі көрінуі мүмкін, бірақ тез үйренесіз. Менің homestay, яғни отбасымен бірге тұруды таңдаған себебім, бұл қаланың атмосферасын жақсы сезінудің тиімді тәсілі. Және үйде күні бойы өзіңіздің ағылшын тілі деңгейіңізді жақсартудың бірден бір жолы. Мен тұрған үй жайлы әрі қонақжай болды. Лондон ешқашан ұйықтамайтын қала. Әрбір көше өзінің ерекше атмосферасына ие. Ескі аудандардағы тарихи тастардан бастап, қаржы ауданының заманауи ғимараттарына дейін бұрынғы мен қазіргі уақыттың керемет үйлесімі. Сапарымның бастамасы Westfield сауда орталығын аралау болды. Ол Еуропадағы ең үлкен сауда орталықтарының бірі. Мұнда люкс брендтерден бастап қолжетімді дүкендерге дейін барлығы бар. Тамақтану бөлімі де таңғалдырады. Әлемнің түкпір-түкпірінің тағамдары ұсынылған. Әрине, лондондық вайбта болу үшін біршама шопинг жасалды. Лондонға барған кезде классикалық fish and chips тағамын татпай кетуге болмайды. Ол қуырылған балық пен картоп. Дәмі ауыздан кетпейтін керемет тағам. Big Ben суреттегіден де әсерлі екен. Негізі бұл башняның аты Elizabeth Tower. Ал Big Ben деген сағаттың ішіндегі әр 15 минут сайын соғып тұратын ең үлкен қоңыраудың аты. Бірақ бүкіл әлем Big Ben деп айтып үйреніп кеткендіктен, ерекшеленіп Elizabeth Tower деудің де қажеті жоқ. Ол Big Ben. Tower Bridge түнде нағыз ертегі сияқты. Көпірдің жарықтары қараңғы аспанмен үйлесіп, Темза өзенінің үстінде ерекше көрініс береді. Лондонның әйгілі қызыл 2 қабатты автобусы. Жоғарғы қабатта отырып қаланың көрікті жерлерін және қарбалас көшелерін тамашалау. Лондонды аралаудың классикалық тәжірибесі. London Eye. Бұл қаланың ең танымал көрнекті орындарының бірі, және оған барудың себебі бар. Қаланы жоғарыдан тамашалау. Бұл жерге қашан келсеңіз де үлкен кезек, адам өте көп және жоғарыға көтерілу ақылы. Сондықтан Sky Garden Лондондағы жасырын керемет орын. Бұл қаланың әсем көріністерін жоғарыдан тамашалауға мүмкіндік беретін жер. Кіру тегін, әдемі жасыл зонасы, кофейня және рестораны да бар.
Canary Wharf Лондонның заманауи қаржы орталығы. Әрбір бөлігі керемет үйлесімді, ұмытылмас кадрлар жасауға болатын Лондонның ерекше көп саяхатшылар біле бермейтін заманауи бөлігі. Дәл осы жерден ғылым мен тарихқа толы Greenwich Observatory, яғни Greenwich обсерваториясына баруға болады. Менің анам географ болғандықтан, мен кішкентайымнан глобус, мұхиттар мен материктер және әрине Greenwich сызығы деген не екенін білетінмін. Бұл батыс пен шығысты бөліп тұрған нөлдік меридиан сызығы, нөлдік сағаттың басталатын жері. Мен футболдың үлкен фанаты болмасам да, футбол отанына келіп тұрып, премьер-лига матчтарының бірін тамашаламай кету жіберіп алған мүмкіндік болар еді. Emirates стадионында жергілікті Арсенал мен Саутгемптон ойынын көру бұйырыпты. Ойынның бірінші таймы іш пыстыратын болғанымен, екінші таймда 4 голдың куәсі болдық. Лондондық Арсенал 1 гол жіберіп алып, ақырында 3-1 есебімен жеңіп камбэк жасады. Лондонда футбол жай ғана спорт немесе доп ойнау емес, салт дәстүр. Бакингем сарайына барып, қақпаның өзгеру салтанатын тамашалау аса қызықты шара деп айта алмаймын. Бұл жай Бакингем сарайында болғам, қарауылдың ауысымын көргем деп айтуға бола баратын жер сияқты. Трафалгар алаңы Лондонның ең атақты ескерткіштерінің бірі. Ол тарихи маңызы мен жанданған атмосферасымен танымал. Қала орталығында орналасқан бұл алаң 1805 жылғы Трафалгар шайқасындағы Британ армиясының жеңісін еске алу үшін салынған. Алаң ортасындағы бағанның үстінде сол кезде Британ армиясын басқарған адмирал Нельсонның мүсіні тұр. Алаң әрқашан туристерге толы және күн сайын әртүрлі мәдени шаралар өтеді. Ол сондай-ақ атақты ғимараттармен қоршалған. Соның ішінде ұлттық галерея. Онда Батыс Еуропа бейнелеу өнерінің керемет коллекциясы сақталған. Жалпы Лондон түрлі галереялар, музейлер және көрмелерге өте бай. Табиғат тарихы музейі Лондонда орналасқан әлемдегі ең әйгілі ғылыми музейлердің бірі. Мұнда динозаврлардың қаңқалары, бағалы минералдар, өсімдіктер мен жануарлардың коллекциялары бар. Музейдің ғимараты ерекше архитектурасымен таңғалдырады. Бұл орын табиғат пен ғалам туралы терең білім алғысы келетіндер үшін міндетті түрде көруге тұрарлық. Британ музейі Лондонның орталығында орналасқан әлемдегі ең атақты мұражайлардың бірі. 1753 жылы құрылған бұл мұражай әлемнің түкпір-түкпірінен келген өнер туындылары мен тарихи жәдігерлердің кең коллекциясын сақтайды. Ол адамзат тарихының мыңдаған жылдарын қамтиды. Мұражайдың басты экспонаттары арасында ежелгі Мысыр мумияларына, грек мүсіндеріне және римдік ескерткіштерге ерекше көңіл бөлінеді. Мұражайға кіру тегін және ол әлемдік мәдениеттер мен өркениеттердің әртүрлілігін зерттеуге мүмкіндік береді. Тарих, өнер және археологияға қызығатындар үшін бұл міндетті түрде көруге тұрарлық орын. Ғылым музейі ғылыми жетістіктер мен технологиялар тарихын көрсететін танымал музей. Мұнда әртүрлі интерактивті экспонаттар, инженерия, астрономия, медицина және басқа да ғылым салаларындағы маңызды жаңалықтар ұсынылған. Музейдің мақсаты ғылымды қызықты әрі қолжетімді етіп көрсету. Лондондағы Чайнатаун қала орталығында орналасқан Қытай мәдениеті мен тағамдарына толы аймақ. Көшелерде дәстүрлі Қытай тағамдары мен тауарларын сататын дүкендер, мейрамханалар мен базарлар көп. Қытай мәдениетін қызығушылықпен зерттейтіндер мен Қытай тағамдарын сүйетіндер үшін тамаша орын. Лондон орталық мешіті, немесе Regent's Park мешіті. Ұлыбританиядағы ең маңызды мешіттердің бірі болып табылады.
Regent's Park маңында орналасқан бұл мешіт тек ғибадатхана ғана емес, сонымен қатар мәдени және қауымдық орталық ретінде қызмет етеді. Оның тамаша архитектурасы мен тыныш аумағы діни және мәдени ескерткіштерді бағалайтындар үшін міндетті орын. Лондонмен қайықта жүзе отырып танысқыңыз келсе, Uber қайығымен Темза өзенінде саяхатты таңдаңыз. Бұл қала әсемдігін зерттеудің көркем әрі қызықты әдісі. Жергілікті гид, ыстық дәмді кофе, айналаңыз Лондонның ең көрікті жерлері. Бұдан артық не керек? Лондонда Қытай ресторанында Қытай тағамының дәмін көрдім деп айтудан басқа ештеңе қоса алмаймын. Queen's Park, Лондонның солтүстік батысындағы әдемі тыныш саябақ. Мұнда жасыл алаңдар, теннис алаңдары мен балалар ойын алаңы бар. Қала шуынан тыныштық іздеп, таза ауада демалуды жөн көрсеңіз, Queen's Park тамаша орын. Piccadilly Circus. Бұл алаң неон белгілері, әртүрлі экрандар және осы жол қиылысының ортасында орналасқан Eros фонтанының арқасында әйгілі. Ол қазіргі уақытта қаланың ең танымал көрнекті орындарының бірі болып табылады. Piccadilly алаңында кинозалдар, театрлар, дүкендер мен мейрамханалар, сонымен қатар атақты дәстүрлі ағылшын пабтары бар. AC London қала орталығында орналасқан белгілі ағылшын тілін үйрену мектебі. Ол әртүрлі деңгейдегі ағылшын тілінің курстарын ұсынады. Нағыз британдық мұғалімдер, британдық методикалар сізге ағылшын тілінде сөйлеудегі барьеріңізді аттап өтуге көмектеседі. Сонымен қатар әлемнің түкпір-түкпірінен келген әртүрлі ұлт өкілдерімен араласып, мәдени дамуды үйренетін бірден-бір орталық. Менің Лондонға жасаған сапарымда мен саяхат пен ағылшын тілін үйренуді біріктірдім. Және бұл керемет тәжірибе болды. Қаланы аралап, жергілікті тұрғындармен сөйлесіп, ағылшын тілін күнделікті жағдайларда практика жасау арқылы мен ағылшын тілінде сөйлеу деңгейімді әлде қайда арттырдым. Лондонға саяхат жасау тек көрікті жерлерді көру ғана емес, бұл тіл мен мәдениетке терең бойлаудың бірден-бір мүмкіндігі. Егер сіз ағылшын тілінде сөйлеуіңізді шынымен жақсартқыңыз келсе, онда мен сізге әлемдегі ең үлкен және ең қызықты қалалардың бірі Лондонға саяхатқа аттануға кеңес беремін. Және мен сізге Лондонға саяхатыңызды ұйымдастыруға көмектесуге дайынмын. Саяхат пен білімді біріктіргіңіз келсе, Полиглот тіл мектебіне хабарласыңыз.